Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда осындай біраз гүлдерді перлитке тамырлатуға қойған болатын. Нәтижесі жақсы, 100% барлығы тамырлаған. Қазір тамырымен ашып көрсететін болам. Бірақ та қазір видеода қалай тамырлатуға қойылған жайлы түсіріп алған болатынмын. Сол видеомен аяғында после түрін көрсететін болам. Қалай жасадым? Өңшең шіріп суда босап тұрған, тамырламай тұрған атроскаларымды жинап келдім да, жалпы негізі менде көп суда тамырлай береді. Атроскаларға жарық жылы жер болса, суда жақсы тамырлай береді. Және гүлдің алған атроскаңыз сарғайып, шіріп тұрмаған, ауырып тұрмаған гүл болса, ол 100% суда да тамырлай береді. Ал егерде менікі сияқты осындай суда босап тұрған, жапырақ тастап тұрған, мазасы болмай, тамырламай тұрған гүлдерді осылай перлитке тамырлататын болсаңыздар, шірген жерлерін тазалап, угілге салып, осылай тамырлататын болсаңыздар, 100% тамырлатады. Себебі мен өзім нәтижесін көріп, сіздермен нәтижесімен бірге до и после видеосын монтаждап салып отырмын. Сол үшін еңбегімді бағалап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алда көп деген видео осылай нәтижесімен көрсетілетін болады. Ол үшін мен ең бірінші пластик ыдыс алып алдым, оның ішіне перлит салып алдым, яғни агроперлит деген осындай гүлге горшок сататын дүкендерде сатады. Түбінен етіп су құйдым, яғни шылқып кетпеу керек перлитті. Бір күрішті жуып алған кезде түбінде су қалып, бет жағы бөгіп тұрады, сол сияқты бет жағы дымқыл болып тұру керек перлиттің, ал астыңғы жағында кішкене су болып тұру керек. Ал ол жағында су құрғап тұрса, атроскалар құрғап қалады. Сондықтан осындай бет жабылатын пластик ыдысқа мына атроскаларымды орнатып жатырмын. Ешқандай тамырсыз, көріп алыңыздар, бәрі түрін көрсетіп жатырмын. Тамырсыз, әтейі камераға атроскалардың түбін көрсетіп салып жатырмын. Декабрист гүлі. Жалпы байқағаным, суға қарағанда кислицаның қазір судағы түрімен перлиттегі түрінде көрсететін болам аяғында. Традисканция суға қарағанда перлитте 1 апта көлемінде тез тамырлады бұл гүлдер. Мына қараңыздар. Традисканция, одан кейін мына жерде зензи гүлі мен қара доллар гүлінің бір жапырақтан тамырлатуға қойып жатырмын. Астында малачай гүлі, ешқандай тамыры жоқ, қарап алыңыздар. Астындағы перлит әрқашан дымқыл болып тұру керек. денежная деревьяның гүлдерінің жапырақтары түсіп қалған болатын, соларды да сала салайын. Екі аглонеманың суда тұрғанда түптері босап кете берді. Жапырақтарын сарғайған алып тастап жатырмын, себебі перлиттің ішінде олар сарғайып жапырақтары түседі. Ал түбі босап кете беретін осындай аглонема гүлінде көп кездеседі. Осындай босаған жерлерін, сарғайған, былбыраған жерлерін алып тастайсыздар, осылай тазалап, лезвие болса да болады. Сөйтіп жақсылап алып тастап, активированный угілді майдалап бір ыдысқа салып, немесе далада шашылық жасайтын күл бар ғой, ағаштың күлі бар ғой, соны майдалап бір ыдысқа салып қойсаңыздар, осындай шіріп тұрған гүлдерге батырып сала бергенге өте ыңғайлы. Мына осылай шіріп тоқтамай жатқан жерлерін кесіп тастадым да, осындай угілге салдым. Яғни ағаштың күліне салып алдым. Бұл шірген жерін ары қарай тоқтатып, шіріп тұрған жерін жазатын болады. Одан кейін ары қарай суға түспейді, перлитте тұрады, яғни 100% тамырлайтын болады, шірімейді. Көбісі осы аглонема гүлім шіріп жатыр, суға салсам да болмай жатыр деп жатады ғой. Мен осылай орнаттым. Ең бастысы түп жағы перлитке тиіп тұру керек, салынып тұру керек. Енді су шашамын. Антистресс янтарин шашсаңыздар да болады, цирконный эпин шашсаңыздар да болады. Мен жай суды шашып жатырмын жапырақтарына, және қақпағына су шашып жатырмын. Өйткені іші суланып тұру керек, дымқылданып тұру керек. Влажный болып тұрса, атроскаларыңыздың жапырақтары арқылы тез тамырлайтын болады.
жапырақтарына үнемі су шашып тұру керек, және қақпағын бір мезгіл күніге ашып желдетіп тұру керек. Бірден 1 сағатқа ашып қоймаңыздар, перлит құрғап кетіп, тамыры шіріп жаңағы ары қарай тамырлауын тоқтатып қалады. Сондықтан жарық жылы жерге қоямыз. Жарық жылы жер дегеніміз азанғысын бір күн түсіп өтетін тереземен де. Ал осылай тамырлаған нәтижесін көрсететін болам. Бәрі тамырлаған білініп тұр, себебі жапырақтар қатты перлиттен тартқан кезде алынбай тұр. Міне, қара долларым тамырлап тұр, тамыры және картошкасы бар, және өскін пайда болған, жақсы нәтижесі. Ал мына жерде малачай, жаңа тамырсыз салған болатын. Міне қараңыздар, тамыр шығып бастаған, перлиттер жабысып қалған. Міне, енді сәл топыраққа егуге ертелеу, бірақ әйтеуір тамыры шығарған, 100% жақсы тамырлаған. Мына жерде доллар гүлінің бір жапырағы, қараңыздар, зензи гүлінің. Картошка байлап, тамыр байлап тұр. Яғни 1 апта көлемінде бұл өте жақсы нәтиже деген сөз. Мына жерде традисканция, бұл традисканция жалпы барлық жерде тамырлай береді, бірақ перлитте 2 есе тезірек тамырлап тұр, жақсы тамырлап тұр. Мына жерде жаңа шіріп жатқан аглонемамды қараңыздар, шірген тоқтатып, жоғары жақтарынан ақ здоровый тамырлар шығарып бастап жатыр. Қараңыздар, нәтижесі жақсы, бірақ әлі ертелеуге сәл ертерек көрсетіп қойыппын, бірақ тамырлап жатыр жақсы барлығы. Ешқандай шіріп жатқан жоқ, шіргендерін тоқтатып тұр. Кислица гүл жапырақтары шіріп тұр, бірақ түбінде тамыры жақсы. Бұл деген түбі тамыры жақсы болса, жаңа өскін шығарып алып кетеді, сабағы жақсы болса болды. Ал мынау аглонеманы қараңыздар, жаңа шіріп жатыр еді, енді жан-жағынан почка оянып, жақсы тамыр шығарайын деп тұр. Ал мынау декабрист гүлі, перлиттің іші влажный болғаннан кейін жоғары жағынан да тамыр шығарып бастап жатыр. Яғни бұл да шіріп босап кетпеген, түбі жақсы тамырлап бастап жатыр. Мына жерде денежное дерево да кішкене оянып бастап жатыр. Яғни ешқандай шірген тамыр жоқ, жақсы тамырлады. Егерде гүлдерім толық тамырламай тұр, тез шіріп кетеді десеңіздер, осындай перлитке тамырлатсаңыздар, жақсы тамырлайды. Мына жерде менде сансеверия гүлі суға салып қойған болатын, суда тамырлады. Ал мына жерде жеңіл тез тамырлайтын сингоним гүлін қасына қосып қойған болатынмын. Соның арқасында қараңыздар, жаңа сансеверия гүлі тамырлап тұр. Сонымен қатар суда кислица гүлі 1 сабақтан тамырлатуға алып сіздерге тамырлаған көрсететін болам дегенім. Міне тамырлап тұр. Бұл суда тамырлады, бірақ перлитке қарағанда 2 есе ұзақ тамырлады, себебі 2-3 апта болды суда тұрғанына. Өте ұзақтау тұрды. Ал мына жерде Monstera Monkey Mask уже тамырлап кетті, еге беруге дайын. Тамырлар осындай кезде еге берем, бұдан артық уже тамырлап тұр. Өте ұзақ тамырлаған қажет емес. Мына жерде осындай қысқа кесіліп қалған, сынып қалған перлитті жақсы тамырлайды. Ал мына жерде черный доллар сабағы суда жақсы тамырлап тұр. Жалпы жарық жылы жерге қойсаңыздар, тамырлатуға болады. Карнивин пайдалансаңыздар болады, қосымша тамырлатқышқа батырып тамырлатсаңыздар болады. Ал мына жерде 3 жолын көрсетейін деп жатырмын, яғни аяғында нәтижесін көрсетем. Бір отростканы, яғни ерезине деген гүлінің 3 отросткасын кесіп алдым, яғни бір гүлдің 3 отросткасын кесіп алдым. Қараңыздар, перлитке салып, перлитті дымқылдап алдым алдында, астыңғы жапырақтарын алып тастап, 3 жолмен тамырлатуға қойған болатын. Суға, перлитке, жаңа 3-ші вермикулит. Сыртынан су шашып, пластик ыдыс жауып қойдым, себебі пластик ыдыс жауған кезде ол іші буланып тұрады да, гүлдің жақсы тамырлауына әсерін береді, және гүлдің жапырақтары төмен қарай түсіп, стресске түсіп кетпес үшін жақсы. Енді бұл 3 жолдың тамырлатуын алдында астында видеода көрсеткен болатын, қазір тағы көрсететін болам. Әлбетте бірінші орында перлит жақсы тамырлайды, вермикулит, одан кейін су. Жалпы гүлдің организміне қарай әр кезде әрқалай тамырлап жатады, бірақ мен өзім тәжірибемде көбіне байқадым, перлитте гүлдер шірігенін тоқтатады және тамырлауы көбіне 100% келіп жатады. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, перлит деген нәтижесі өте жақсы. Міне,
тамырына перлиттер жабысып тұрған, ол 100% тамырлады деген сөз. Ал парақшама тіркеліп, достарыңызбен, аналарыңызбен, әпкелеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар.